Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі тақырыпта эндокринді жүйе туралы талдайтын боламыз. Эндокриндік бездер гректің эндон ішкі, кринео бөлемін немесе шығарамын сөзінен шыққан. Сөлін шығаратын өзегі жоқ, қан және лимфа тамырларымен без жасушалар жиі торланған. Без өнімдері тікелей осы тамырларға өтеді. Экзокринді бездердің өзегі бар, әрі ол өзек белгілі бір ағзаға ашылып, өз өнімдерін сол мүшеге шығарады. Гормон ол бездерден бөлініп, нысана ағзаларға әсер етіп, зат алмасумен физиологиялық процестерді басқаратын биологиялық активті зат, яғни барлық бездерден гормон бөлінеді. Эндокринді бездерге мыналар жатады: гипоталамус, гипофиз, эпифиз, қалқанша безі, айырша без, бүйрек үсті безі, ұйқы без және де жыныс бездері. Ұйқы без бен жыныс бездері олар аралас безге жатады. Себебі олардың шығаратын сөлі сыртқа да ішке де бөлінетіндіктен. Гипоталамус ол аралық мида орналасқан ішкі секреция бездердің қызметін реттейтін орталық. Әдеби тұрғыда айтатын болсақ, гипоталамус ішкі секреция бездерінің композитор болып табылады. Гипоталамус пен гипофиз тығыз байланысты жұмыс істеп, гипоталамус гипофиздік жүйені құрайды. Гипоталамус гипофиз безін реттейді, ал гипофиз ағзадағы барлық басқа бездердің жұмысын реттейді. Олар нейрогормондар бөліп, рефлекстік және де гуморальдық реттеуді жүзеге асырады. Гипоталамус гипофизге әсер ететін статин, яғни гипофиздің гормон түзуін тежейтін, және де либерин, гипофиздің гормон бөлу белсенділігін арттыратын гормондар бөледі. Гипофиз аралық мида орналасқан ішкі секреция бездерінің ең негізгі жетекші орталығы. Әдеби тұрғыда бұл гормон ішкі секреция бездерінің дирижері болып саналады. Гипофиз қызғылт түсті, салмағы 0,3-0,7 граммды құрайтын түрік ер тоқымының гипофиз шұңқырында орналасқан сопақша пішінді дене. Оның үш бөлігін ажыратады: алдыңғы аденогипофиз, ортаңғы меланогипофиз және де артқы нейрогипофизді құрайды. Гипофиздің алдыңғы бөлігі дененің өсуі мен дамуын реттейтін соматотропты СТГ гормоны, қалқанша безге әсер ететін тиреотроптық гормон ТТГ, бүйрек үсті безіне әсер ететін аденокортикотроптық гормон АКТГ және де жыныс бездерге әсер ететін гонадотроптық гормондарды түзеді. Оның ішінде фолитропин бар, ФСГ, лютеин дейтін ЛСГ, лютропин және де пролактин гормондары түзіледі. Гипофиздің артқы бөлігіне вазопрессин және де окситоцин гормондары жатады. Вазопрессин ол бүйректің несеп жиналатын түтігінде судың қайтадан денеге сіңуін үдетіп, несеп көлемін, диурезді азайтады. Сондықтан да оны антидиурездік гормон дейді. Окситоцин ол жатыр еттерін жырылтады. Жатырдың жырылуы әсіресе толғақ кезінде күшейе түседі. Бұл гормон құрсақтағы нәрестенің тууын тездетіп, сүт түзілуін және де оның шығуын үдетеді. Гипофиздің ортаңғы бөлігінде меланотропин, яғни интермедин гормоны түзіледі. Бұл бізді ультракүлгін сәуледен және де жарықтан қорғайды. Қалқанша без, гландулотиреидея, эндокринді бездер ішіндегі ең ірісі. Оның салмағы ересек адамдарда 30-60 граммды құрайды. Ол мойынның алдыңғы аймағында кеңірдек пен көмейдің жоғарғы бөлігінің алдыңғы латеральды бетінде орналасқан. Қалқанша без организмде өте маңызды рөлді атқарады. Оның гормоны тироксин, триетиранин қанға түсіп, зат алмасуды, өсуді және тіндердің дамуын реттейді. Қалқанша маңы безі, гландула паратироидея, аса үлкен емес эпителиальды құрылым. Саны 2-6-ға дейін жетеді. Салмағы 20-50 мг. Әдетте олар қалқанша безінің артқы жағында, жоғарғы және төменгі ұштарында жұптап орналасқан. Қалқанша маңы безінің гормоны паратгормон деп аталады. Айырша без, тимус. Алдыңғы көкірек аралықтың жоғарғы аймағында тікелей төс сүйектің артында орналасқан. Айырша безінің қызметі иммундық үрдісте зор рөл атқарады. Сонымен қатар, оның гормондары жыныстық толу кезеңі басталғанға дейін жыныс бездерінің қызметін тежейді, остеосинтезді реттейді. Өсу барысында атап айтқанда, жеткіншек жасына келіп жыныс жетіле бастаған кезеңде без ұлғаяды. Жыныс жетіліп болған соң ол кері дамиды. Құрамында безді құрылымдар азаяды да, олардың орнын дәнекер басады. Бүйрек үсті безі, гландула супрареналис. Бұл жұп ағза адреналды жүйеге жатады.
Ішастардың артында бүйректің жоғарғы ұшында орналасқан. Бүйрек үсті безінің жоғарғы ұшы көкетке қараған, ал негізі бүйрекке бағытталған үш қырлы пирамидаға ұқсайды. Бүйрек үсті безі көлденең кесіндісінде сыртқы қыртысты заттан, кортекс, және де ішкі мыйлы заттан, медуллядан тұрады. Бүйрек үсті бездерінің гормондары. Бүйрек үсті безінің қыртысты қабаты 40-тан астам кортикостероидтарды түзеді. Физиологиялық қызметіне қарай кортикостероидтар үш топқа бөлінеді. Біріншісі глюкокортикостероидтар, екінші минералокортикостероидтар және де андрокортикостероидтар. Глюкокортикостероидтар бүйрек үсті безінің қыртысты қабатының шоғырлы зонасында түзіледі. Бұл топқа кортизон, өте белсенді гормон, гидрокортизон және де кортикостерон жатады. Минералокортикоидтар олар бүйрек үсті безінің түйірлі зонасында пайда болады. Бұл топқа альдостерон мен 2 дезоксикортикостерон жатады. Үшінші тобы андрокортикостероидтар. Оларға андростерон, эстрол және де прогестерон жатады. Олар ретикулярлық торлы зонаның клеткаларында түзіледі. Бүйрек үсті безінің мыйлы қабатында негізгі екі гормон адреналин мен норадреналин түзіледі. Адреналин негізінен бүйрек үсті бездерінде ғана, ал норадреналин басқа да ағзаларда пайда болады. Және адреносинергиялық синапстардағы қозуды өткізетін медиатор ретінде де бөлінеді. Ұйқы безі, латынша панкреас. Ол әрі ішкі, әрі сыртқы сөлініс қызмет атқарады. Сыртқы сөлініс қызметіне ас қорыту сөлін өндіру қызметі жатады. Ішкі сөлініс қызметін лангерганс аралшықтары атқарады. Лангерганс аралшықтары ұйқы безінің негізінен үш жағында және аздап басқа бөлімдерінде орналасқан ерекше тін. Оның екі түрлі жасушалары бар, альфа және бетта. Аралшықтар көмірсу алмасуын реттеуге қатысатын инсулин гормонын өндіреді. Жыныс бездері, гонадалар, грекше гон, пайда болу, аден, без. Аралық сөлініс бездері болып есептеледі. Олардың сыртқы секрециялық қызметі жыныс клеткаларын жасау және шығару. Еркек организмдегі ұрық жолында сперматозоидтар, ал әйел организмдегі аналық безде аналық клеткаларды пісіп жетіледі. Демек, жыныс бездерінің негізгі қызметтерінің бірі көбею немесе репродуктивті қызмет. Сонымен қатар ол эндокриндік қызметті де атқарады. Әйелдердің жыныстық екі гормондары эстроген және де прогестеронда жатады. Және де еркектерде атабездік гормон ол андроген жатады. Эстроген анабездегі фолликулдардың даму барысында түзіледі. Оның биологиялық қасиеті етеккір циклын реттейді, жатырдың дамуын ынталандырады, екінші жыныстық белгілердің дамуына жағдай жасайды. Прогестерон анабездің сары дене гормоны. Анабез фолликулының жарылған жерінде пайда болған тыртық тінінің екіқабаттылық, жүкті болу басталғанда бөліп шығаратын секреті. Биологиялық қасиеттері ұрықтанған жыныстық жасушаны имплантациялауға, яғни бекітуге, жатырдың шышты қабығын дайындау, ұрықтың қалыпты даму циклын сақтау жатады. Андроген атабез гормоны, грек сөзінен андрос, еркек деген сөзінен алынған. Атабез бөлікшелерінің дәнекер тінінде ирелеңдеген шәует үзекшелерінің аралығында өндіріледі. Биологиялық қасиеттері еркектің жыныс ағзаларының өсуін және қуықасты безінің секреттік қызметін ынталандырады. Екінші жыныстық белгілердің дамуына жағдай жасайды. Сіздермен бірге медицина әлемі каналы. Пайдалы ақпарат болған болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.